Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін бауырсақ пісірумен бастадық таңғы жұмысымызды. Қамырды түнде ашытуға қалдырғам. Бірінші рет қамырды түнге қалдырғам ашытуға. Бұл қамыр ашқан былай тұрсын айғайлап кетіпті ғой. Сонымен қой деп оба болмасын деп, онымен басын қайырып жинап алдым. Қалай да болсын сендерден по-любому бауырсақ пісіріп шығарам, тастауға болмайды сендерді деп. Иттаки сендерді пісіріп үйренем дегенше, қамыр жайып үйренем дегенше талай ұнды шашып тастаған күндер болды. Құдай өз кешірсін, оба болды енді. Сөйтіп Москва бірден құрылмаған ғой, бізде адам болып кетерміз дедік. Кейде пысықтығым ұстап бәрін пісіріп кетемін ғой өйстіп. Кейде ештеңке жасамай қоям. Біздің үйде бәрі по настроению ғой. По расписанию емес, по настроению. Өзімше мына жерде мақтанып блинчигімді бар ма, мынандай картошкамды бар ма көрсетіп жатырғам ғой сіздерге. Блинчиктің рецептін бір күн түсіріп көрсетем Аллах берді. 3 стакана деген блинчик қой, бұл күшті шығады. Негізі сол 3 стакана рецептпен молырақ блинчик шығады ғой. Біз пісіріп жүріп басында соғып атамыз ғой бала-шағамызбен әйтеуір. Ыстықтай дәмді болады, ыстықтай дәмді болады деп. Өйстіп арасында өзім көңіл күйімді көтеріп, үйде өлең айтатын әдетім бар. Бұрын бала-шағаммен қарқылдап күліп атушы едім, ұялып қазір ұялмайтын болдым, соға беретін болдым өлеңді. Мына микрофон тық қоям, осылардың шнурын құртасың деп баяғыда апаларымыз ұқсап тық қоятын әдет таптық қой бізде. Бұны маған көршілерім тайная Санта дегенге жаңа жылда сыйлаған ғой. Өзің жақсы болсаң көршілерің жақсы, жаман болсаң көршілерің де жаман. Бәрі адам өзіне, отношениесіне, ниетіне байланысты ғой. Ана тикток түсіріп едім ғой, үйде жалғыз қалғанда деген тутамас деуген өлең айтатын. Примерно сонда өлең айтып отырмын ғой мына жерде. Бірақ бұның даусын өлеңнің шығарып Инстаграмда көрсеттім. Ютубқа салсаң, Ютуб сразу блокқа жібереді екен. Рұқсаты жоқ өлеңдерді Ютубқа салуға болмайды. Записіңнің артына не тарсылдатып жатыр деп ойланып отырсаңыздар, бала-шағам ғой сол. Рахмет барлықтарыңызға, аман болыңыздар.